Сәлеметсіздер ме, құрметті өнерсүйер қауым. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі Абай облысы домбыра шеберлерінің шығармашылығына арналған «Шебердің үлгілі жолымен» атты кезекті айдарын назарларыңызға ұсынады. Өлкеміздің мәдени саласында өнегелі өнеріміздің баға жетпес құндылықтары жыл өткен сайын толығып, ел есіндегі естеліктердің көздері жаңаша форматта толығып келетіндігі бар. Ұлы даламыздың ғасырлар бойғы руға өйлеген қазақ даласының қоңыр сарыны ұлтымыздың домбыра аспаптарының үнімен ғана осы күнге дейін жеткендігін білеміз. Осындай талғампаз халқымыздың атадан балаға жеткен баға жетпес бай мұраларының арасында қазақтың қара домбырасының алатын орны ерекше. Осы төңіректе мемлекет тарапынан қолдау тапқан ұлттық домбыра күні әр жылдары мемлекеттік күнтізбеден ұлттық мерекелер қатарынан көрініс тауып, киелі аспабымыздың мәртебесін биікке асқақтатай түсуіне жол ашуда. Бұл айтулы күн еліміздің әр түкпірінде домбыра шеберлерінің әртүрлі жоспарлы мәдени шараларда бақ сынасып, талғамды өнер үлгілерін ел назарына ұсынуға үлкен мүмкіндік алғандығын көреміз. Бұл төңіректе 2021 жылы Семей қаласы Невзоровтар музейі ұйымдастыруымен аймақтық домбыра шеберлерінің қатысуымен өткен «Қазақтың киелі мұрасы» атты тақырыптық көрме конкурсын айтуға болады. Ұлттық құндылықтарымыздың мәртебесін көтеріп, рухани тынысын кеңейте түсетұғын осы тектес өнегелі шаралар әр жылдары жаңа форматта өз жалғасын тауып отырса, нұр үстіне нұр болатыны сөзсіз. Осы төңіректе Невзоровтар отбасы музейі өлкеміздің аспап жасаушы шеберлеріміздің өнегелі өнер жолдарын ел назарына ұсыну мақсатында «Шебердің үлгілі жолымен» атты кезекті видео шығарылым жобасын назарларыңызға ұсынады. Осы жолғы кезекті танымдық көрсетілім домбыра жасау өнерінің хас шебері, ардагер ұстаз, талантты суретші Омаров Әбдікәрім Еменұлына арналады. Ұлағатты ұстаз әрі суретші, Шығыс және Абай облыстары аралығында кәсіби домбыра жасау өнерімен есімі белгілі Омаров Әбдікәрім Еменұлы 1962 жылы Аягөз ауданында дүние есігін ашқан. 1979 жылдары Аягөз ауданы Мыңбұлақ ауыл мектебін аяқтасымен 1983-86 жылдар аралығында Семей құрылыс техникумында білімін алған. Кейіннен Алматыдағы Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университетінде білімін толықтырған. Көркем сурет өнері және сызу мамандығы бойынша алғашқы ұстаздық еңбек жолын 1988 жылы Аягөздегі Дулат Бабатайұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебінен бастаған. Осы күнге дейін айтулы мектеп қабырғасында ұстаздық қызметін үздіксіз атқарып келе жатқан талант иесі. Әбдікәрім Еменұлы өзінің студенттік кезеңінен қызыға айналысатын домбыра жасау өнерін осы күнге дейін қатар алып келе жатқан 5 саусақ қолөнер шебері деуге болады. Осындай ұстаздық пен шығармашылықты ұштастырған шебердің ерен еңбегі 90-шы жылдардың тоқырау кезең белестерін жеңіп, осы күндері өнегелі өнер шыңынан келісті қолөнершілігімен көріне білуі, шебердің бойындағы шығармашылықтан бөлек өмір үйреткен табандылық пен еңбекқорлықтың қырлары көрініс табатындай. Мұндай қасиеттер шебердің кеңес заманында өткен өмірінің оңай болмағандығын байқатады. Әкеден 6 болдық, ол кісі өмірден ерте озды. Анамыздың жәрдемшісі ретінде бала кезден еңбекке ерте араластық. Өмірдің әрбір қажеттілігі бізді жан-жақты жетілуімізге өз үлесін қосқандай. Онымен қоса мектеп қабырғасынан бейнелеу өнеріне деген ептілігім де бар еді. Ауылдағы табиғаттың ерекше көріністерін және батырлар жырындағы батыр тұлғаларды бейнелегенді өте жақсы көретінмін. Мүмкін арғы ата-бабаларымыз өздері де аспап жасамаса да, қолының ебі бар кісілер болған шығар.
Әйтеуір өзім бала кезден әртүрлі іске епті болып, өзіме қажетті біраз дүниелерді еш қиналмастан қолдан жасап алушы едім. Осы ептілігімді ескеріп ержете келе, құрылыс саласында білім алуды жөн санадым. Кейіннен осы салада оқуда жүргенімде, сызудан сабақ беретін мұғалімім менің сурет салудағы қабілетімді байқап, «Сен көркем сурет факультетіне оқуға бармадың ба? Бойың тұнып тұрған өнер ғой» дегені есімде. Кейін құрылыс мамандығын аяқтап, бір жылдай Жезқазған облысында жұмыс өтілімінде жүргенімде, ойымнан сол кездегі мұғалімнің айтқан бір ауыз сөзі шықпай қойғаны бар. Содан ауылға оралысымен нар тәуекел деп Алматыдағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға тапсырдым. Бағыма қарай көркем сурет факультетіне оқуға түстім. Осы оқу орнында өнер жолын қуалаған біраз жолдастар таптым. Сол кездері институт қабырғасында шағын шеберханасы қалыптасып үлгерген және өзіммен бір топта оқыған, осы күндері әйгілі домбыра шебері Жолаушы Тұрдығұлұлымен танысқан едім. Оқуда жүргенімізде жолаушы бәріміз, қолымыз сәл босай қалса, осы шеберхананы айналшықтап шықпайтын едік. Жолаушының қасында іскерлік қызығушылықпен, шамамыз жеткенше аспап жасаумен айналысуды қызық көретінбіз. Оның өзі біздер үшін бір үлкен бастама мектеп болғаны әлі есімде. Одан әрісінде оқуды аяқтау дипломдық жұмысымда осы сәндік қолданбалы шеберлігіндегі домбыра жасау өнері тақырыбында болғаны бар. Осының бәрі осы домбыра жасау кәсібіне толықтай ден қоюыма әсер еткендей, дейді шебер өткен күндеріне көз жүгіртіп. Әңгіме барысында шебер осы кәсіпті таңдағанына еш өкінбейтінін, керісінше жыл өткен сайын домбыра жасау өнеріне деген қызығушылығы жаңа қырлары мен шығармашылық шабытта арта түсетіндігін байқататындай. Әбдікәрім Еменұлы 1988 жылдан оқуын ойдағыдай аяқтағаннан соң өзінің оқытушылық еңбек жолын Аягөз мектебінде аспап жасау өнерімен қатар осы күнге дейін жалғастырып шыңдап келген. Бұл туралы Аягөз мәдениет бөлімі басшысы Аманжоловтың шеберге берген мына мінездеме жазбасы дәлелдей түсетіндей. Шебер алғашқы домбыра аспабын 1989 жылы жасап, содан бері үзбей шығармашылық тұғырда осы киелі музыка аспаптарымыздың болмысын жетілдіріп, тынбай жасаумен шұғылданып келеді. Осы бағытта түрлі халықаралық, республикалық және облыстық симпозиум байқау көрмелеріне қатынасып, өз шығармашылық өнерімен тек аудан аралығында ғана емес, облыс көлеміне де танымал делінген. Расында да Әбдікәрім Еменұлының шығармашылық туындыларына назар аударар болсақ, осы күндері тек домбыра үлгілерін жетілдіріп қана қоймай, қазақтың өзге де ұлттық музыка аспап түрлерінің біраз үлгілерін өз шығармашылығына арқау еткен, саусағынан бал тамған талант иесі. Осы күндері есімі Шығыс Абай облыстары бойынша алдыңғы қатарлы сұранысқа ие кәсіби домбыра шеберлерінің қатарынан орын алған қолөнер шебері. Әбдікәрім Еменұлы мектептегі пән ұстаздығынан бөлек 2006 жылдан Аягөз политехникалық колледжінде сызу пәнінен кәсіби ұстаз ретінде жас мамандарға қосымша дәріс оқуды да қолға алған. Осы күндері өзі ұстаздық еткен мектеп қабырғасында ардагер әрі жауапкершілікті ұстаз ретінде біраз жылдар көлемінде кәсіподақ комитетінің төрағасы лауазымында қатар жүргізіп келеді. Соның негізінде кәсіподақ комитетінің құрылуына 100 жылдық төс белгісімен марапатталған. Қазіргі таңда оқу-ағарту саласының үздігі. Өзінің білім саласында ұзақ жылдық біліктілігінің арқасында тәжірибелік еңбегі бойынша 2016 жылы білім саласының үздіктері ретінде халықаралық көлемді энциклопедия баспасына есімі енген және білім беру саласында ең еңбегі үшін медалімен марапатталған. 2023 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті атынан институттың дамуына қосқан үлесі үшін
Өнер, мәдениет және спорт институтының 50 жылдық медалімен марапатталған. Жас буын өкілдерін болашақта өнер тұғырынан көргіміз келсе, алдымен олардың бейнелеу өнеріне деген сүйіспеншілігін арттыру арқылы жастайынан шығармашылыққа баулу қажет, дейді Әбдікәрім Еменұлы. Осы тұрғыда мектеп қабырғасында 33 жылдан астам еңбек өтілімі бар Әбдікәрім Еменұлы бейнелеу өнеріндегі түрлі техникаларда өрбитін, нәзікте әрі күрделі композициялардан бөлек этно тақырыптағы батырлар жыры кейіпкерлерінде, дала мәдениеті кеңістік пейзаждарында, орындау жолдарында өз шәкірттерін баулып келетіндігін көреміз. Айтулы мектеп қабырғаларында әр кез балалар шығармашылығы сайыстарында оқушылардың графика, акварель бояулары мен бейнелеуді жетік меңгерген жетістіктерінен білікті ұстаз еңбегін анық аңғаруға болады. Шебердің этно тақырыптағы бейнелеу таланты 2013 жылы тарихшы ұстаз Бауыржан Ешмағамбетовтың Алматыда Арда жас ақындар орталығы баспасынан жарық көрген Батырлар әлемі поэмалар жинағы иллюстрациясы еңбегінен көреміз. Әсіресе шығарма желісінде орындалған кейіпкерлердің, яғни Сақ Қаншайымы Зарина, Мөде, Шырақ және Салқам Жәңгір хан ертегісі поэма кейіпкерлерінің суреттелуінде асқан шеберлікті байқауға болады. Сонымен қатар, Батырлар жырының бастауы Аттила туралы жыр атты шығармасында және асқан сезімталдықпен орындалған ту ұстаған Қазымбет батыр портретінен шебердің иллюстрациялық талантын айқындай түсетіндігін көруге болады. 2015 жылы бейнелеу өнері пәнінің үздік мұғалімі байқауының 3-ші орын иегері. Ал 2016 жылдары Аягөз политехникалық колледжінде көп жылдық білім беру еңбегі үшін құрмет грамотасының иегері атанған. Әбдікәрім Еменұлының бейнелеу өнердегі ұзақ жылдық еңбегінің жемісі ретінде 2010 жылы Алматы қаласында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің хабаршы басылымында жарық көрген бейнелеу өнері сабағы арқылы оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру атты мақаласын сөзге тиек етуге болады. Әбдікәрім Еменұлы мектеп қабырғасында кәсіптік білім беру пәндерінің сабақ жоспарына сәйкес қосымша еңбек кәсібін жетілдіру бағытына домбыра аспабын жасау техникасын үйретудің арнайы үйірме орталығын ашып қолға алып келеді. Бұл жерде шебердің нұсқаулы әдістемелігі мен оқушылар домбыра жасау технологиясының жан-жақты қырларын толығырақ танып білуге мүмкіндік ала алатындығымен өте ұтымды. Өнерлінің өрісі кең дегендей, Әбдікәрім Еменұлының ағаш материалдардан сәнді қолданбалы өнер туындылары ішінде қатты ағаштардан шауып ою тәсілімен этно бейнелі образдағы бүркіт пен домбыра, ағаш мұңы атты философиялық ой толғамдарға толы композициялары ерекше жинақылықпен орындалғанымен көз тартады. Сонымен қатар тұтас ағаштан шабылып орындалған домбыра өңделуінің күрделі жолдарымен орындалғанын көреміз. Шебердің осы аталған жұмыстарының біразы қазіргі таңда Өскемен қаласы Шығыс Қазақстан өнер мұражайы қорында сақтаулы. Домбыра шешем болса саңқылдайды, көсіліп бәйге атындай аңқылдайды. Кездессең бабы тайған қу тақтайға көңілің су сепкендей жартылайды. Демекші, шебердің қу тақтайға жан бітіруші, яғни домбыра шебер ретінде ол өз тәжірибесімен былай бөліседі. Домбыра жасау ол жай ғана еңбек емес. Ол жерде біліктілік пен қолдың ептілігі әрі музыкалық сауаттылықта қажет. Бастысы ағаш шикізатын дұрыс тани білуіңде, дейді шебер өз ойын бөлісіп. Сонымен қатар кәсіби сахналық домбыраларды және күй мектептеріне сәйкес аспап түрлерін құрастыруда пішіндік құрылымына да аса назар аударған дұрыс болатынын айтады. Аспапта ең маңыздысы дыбыстық акустика. Ол әуезді үн беру үшін қақпақ бетінің дұрыс конструкциялануына ден қою керек, дейді шебер
өз шеберлігін ортаға салып. Шебердің домбыра коллекцияларынан құрама домбырадан бөлек қазақ даласында ежелден қалыптасқан бүтін ағаштан шауып жасау әдісінде орындалған домбыра түрлерін кездестіруімізге болады. Әбдікәрім Именұлының сәнді қолданбалы өнер туындыларымен қатар домбыра аспаптарының ерекше түрлерін Аягөз аудандық, Семей және Өскемен қалаларында облыстық мұражай экспозицияларынан кездестіруге болады. Дәл осындай ерекше домбыра түрі 2021 жылы Невзоровтар отбасы музейінде ұйымдастырылған Халық қазынасының киелі мұрасы атты домбыра шеберлерінің көрмесінде шебердің тырнақалды туындыларының бірі ретінде бүтін ағаштан шауып жасалынған қозы құйрық домбырасы ел назарына іліккен еді. Домбыра өзінің шағын пішінділігі мен ерекше стильде және жылтырата әрленуімен көптің қызығушылығын тудырғандығы рас. Қазіргі таңда бүтін ағаштан шауып орындалған өзінше салмаққа ие дала домбыралары өте сирек кездесетіндігі жасырын емес. Шебердің айтуынша, аспаптарды әзірлеуден бөлек оларды безендіру жұмыстары да аса маңызды. Ол әрбір шебердің безеу қабілетіне де байланысты және қолданылған бояулардың сапалығына да байланысты дейді. Әбдікәрім Именұлы көбінде домбыра аспаптарын тапсырыстармен орындайтын қазіргі таңда үлкен сұраныстағы шеберлердің бірі деуге болады. Оның біраз жылдық осы шеберлік өнер жолында қалықтаған есімі елімізде тапсырыс берушілер ортасында әйгілі өнер азаматтары мен әнші күйшілердің дәстүрлі жыршылар қатарын жаулап алған десек артық айтпаған болар едік. Нағыз жүйрік сын сағатта сыналар демекші, Әбдікәрім Именұлы домбыра шебер ретінде біршама шығармашылық додаларда біраз жетістіктерге қол жеткізген талант иесі. 1994 жылы Алматы қаласы 2-ші республикалық өкілі домбыра байқау бәйгесінің қатысушысы. 2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жылдығына орай Қазақстан ұлттық саз аспабы домбыра жасау шеберлерінің 5-ші республикалық өкілі домбыра байқау бәйгесіне қатысушысы және құрмет грамотасының иегері. 2013 жыл Алматы қаласы халықтың саз аспаптары және түркі халықтарының аспапты музыкасы өткені мен бүгіні және болашағы атты халықаралық симпозиумына қатысушы және сертификат иегері, сонымен қатар айтулы шараның арнайы каталогына есімі енген. 2016 жылы Алматы қаласында Иман Республикалық қорының қолдауымен Ықылас атындағы халық музыка аспаптар музейінде ұйымдастырылған 1-ші республикалық аңыз домбыра байқауының қатысушысы және сертификат иегері. 2021 жылы Қазақстан Республикасының 30 жылдығы қарсаңында Семей қаласы Невзоровтар музейінде домбыра күніне орай ұйымдастырылған Халық қазынасының киелі мұрасы атты қазақ қолөнері фестивалінің қатысушысы және кәсіби шеберлігі үшін номинациясының иегері және есімі фестивальдің арнайы каталогына енген. Сонымен қатар шебердің көпжылдық тәжірибесіне орай 2022 жылы Аягөз аудандық тарихи өлкетану мұражайында домбыра жүрегіммен үндес едің тақырыбымен жеке авторлық шығармашылық көрмесі ұйымдастырылған. Қазіргі таңда Әбдікәрім Именұлы өзі жасап келе жатқан мектептің ардагер ұстазы және қазақ қолөнерін дәріптеуші домбыра шебері. Отбасында 3 баланың үлгілі әкесі. Жұбайы Омарова Айгүл Әдебиетқызы Аягөз қаласының өнер мектебінің оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқаруда. Әбдікәрім Именұлына болашақта тек шығармашылық табыста болуын және еңбегінің зейнетін көруін тілейміз. Осымен шеберлер айдарына арналған шығарылым аяқталды. Сіздермен бірге болған музей қызметкері Әлия Әбілханқызы. Назарларыңызға көп рахмет.